мәре көріп асқанша 40 белді кідірмесін деп тіле күліктерді. Мен онда қарсыласқа бұрылайым, бұзбастан бабам салған ғұрыптенді. Ассалаумағалейкум Нұрғалиым, білмейтін қорыққанды үріккенді. Шіреніп отырысың жаман екен, жалғыз қуып келгендей түрікпенді. Айтпақшы түрікпенде басқа демес, биыл бұл Қырғызстанға жүріп келді. Басынан бастар болсам 5-6 ақын көктемде көрші елге іріктелді. Мынаны кім қосқанын Құдай білсін, бұлдай теуір бәйгеден үміттенді. Алайда бәйге түгіл тасбақа жоқ, бәйкелерден жеңіліп шіріп келді. Қайран біздің кешегі бабалар-ай, көзіңе елестетер біліктерді. Сүйінбай қатағанмен айтысқанда тілімен қырғыздарды тіліп берді. Ал Нұрғали өгіздей аузын боған, жұмған аузын сол күйі жұмып келді. Сүйекең сүйір тілдің қуатымен қырғыздың мың жылқысын мініп келді. Ал мынау қорадағы жалғыз атын сатып жеріп жол күре қылып келді. Сүйекеңдер айтысып таңға дейін қырғызда 40 күн той қылып келді. Ал Нұрғали барған күн жеңіліп қап, ертесіне Шымкентке кіріп келді. Ол кісі 300-нің руын айтып, асқақтатып қайтып ек рух делді. Сұрасаң өз руын танымайтын Нұрғали басын жерге буып келді. Ол бабам қатағанды жығып еді, бұл қазақтың намысын жығып берді. Қысқасы бәрін айтты, бірін айт деп Сүйінбай қырғыздарды қырып берді. Ал Нұрғали қырғыздың ақынына жарты сағат зорға шыдап тұрып берді.